Ассалаумағалейкум, армысыз қазақ елі. Міне қазір таңда ұстаған балықтарымызды көрсетеміз. Дайын болыңыздар. Қанекей бәріміз қол қошеметпен көретін болайық. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Қарас, қиналғанда қарас деп бекер айтпаған. Балық жоқ деп айтпаңдар, балық ұстай алмаймын деп айтыңыздар. Қанекей. Қайырлы күн, ассалаумағалейкум жігіттер. Армысыз қазақ елі, Шардара су қоймасы. Өздеріңіздің білетіндей Сырдария каналы негізі. Бұл жерде көбісі балықшылар Валяпа деп атайды. Бұл жерде балық енді өте үлкен балықтар шығып жатқан. Осыдан бір күн, 2 күн алдынша енді соны естіп, сол ақпаратты сеніп келдік. Көреміз енді Құдай қаласа үлкен балықтар болып жатса, салып отыратын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар, лайк басып қолдап беріңіздер. Ал жігіттер, міне 4 қармағымды алып шықтым, сол баяғы 390. Так, екеуі Кайда Новелст 390-да трехчастник 3-ке бөлінеді. Қалған екеуі, біреуі Кайда Икарус и Сталкер. Сталкер таяғы енді 4 елбі, ол сәл жосқылау, бірақ қармет еткенге өте керемет таяқтардың бірі. Қазір жақсы жел болып жатыр. Жел жақсы болады, енді желде балықта жақсы ойнайды. Солай ырымдап жатырық, енді көреміз. Міне жігіттер, кешегі кораблигіміз, Досқали бауырымыздың бізге сыйға тартқан кораблиға. Қазір сынап тексеріп көрдік, өте жақсы, толқында да емін-еркін барып келді. Қазір біз келгенде Азиз бір амур ұстап қойыпты. Салмағын тартып көрінбес, кешке қарай қол боса тартып көретін боламыз. Мұңымды айтамын қазір мен бар ғой. Айтыңыз. Өкінішке орай келген жеріміз сәтсіз болып шықты. Бірде бір поклевка жоқ, бір поклевка болды, оны сұхат болып кетті. Қашып кетті. Не салып едіңіз басына? Басына екі күрчек болатын, біреуіне силикон жүгері салдым, біреуіне шылаушын салдым. Бірақ жақсы ұрды, Жақсы ұрды, бірақ қашып кетті. Сіз айтасыз. Асекеңге бұл жер ұнап отқан жоқ. Валя апайдың точкасы. Келгеніне. Валя апам үйін көрсетіңізші. Қазір үйіне барып назымды айтамыз. Нақ деп қойып. Заводтың асты болып тұр ғой қазір. Жел болса да, дауыл болса да, тас шығып заводтың асты болып тұр ғой. Сол жерге барам деп тұр ма бәрібір? Қалай Азиз, көңіл-күй қалай көңіл-күй? Барам заводтың астынан болды. 2 сағатта жылжимыз деп асты можете брать. Кеттік кәрбеде бар. Жел басылса толқында жібереміз де корабликті. Жел басылса неге сол жақ мощный болады. Ассалаумағалейкум жігіттер, қалдарыңыз қалай? Кешегі Ердәулет ағамыздың бізге сыйлаған ротботы. Жігіттер қараңыздар, өте керемет ротбот. Қаласаңыз түсіріңіз, алдын қаласаңыз көтересіз. 3 аяқты керемет. Валяда отырмыз. Қазір ротбот құрастырып енді қойып отырмыз. Үлкен балықтар болса салып отырамыз жігіттер. Ассалаумағалейкум жігіттер, қалайсыңдар? Орын ауыстырдық. Жаңа орын болмады. Так. Арабаны ашып онда. Я отыра бек ашып. Андай дем алмайды да, оратылып все. Огромное спасибо. Это успех. Кім жинап берді? Ассалаумағалейкум, қалайсыңдар ағайындар. 4 қармақ тастап қойдым.
Қазір енді екі крокодилін шығарам. Біреуінен нарез сақ қоям, біреуінен беселік күрчік салам да. И беселік күрчікпен майда балықтар ұстаймын. Майда балықтарды түнген лақаға, жылан балыққа дайындаймын, құдай қаласа. Жақсы видео. Жалпы енді былай көбінесе тырысамыз түсіруге. Кейбір кезде GoPro'ның қуаты бітіп қалады. Сонымен дұрыс контенттен түсірілмейді. Телефонның анау TikTokқа түсірілетін форматтар түсіріліп қалады. Кей кезде жақсы жерлер болады, бірақ ол кезінде қасындағылардың дұрыс әңгіме айтпағанынан, ясы сөздер айтып салып жүргеннен ол жерлер кесіліп кетеді. Менде андай тиім дейтіндер жоқ. Ескертемін, бірақ видео түсіріледі, TikTokқа салынады. Не амаңыздар, сөйлемеңіздер деп айтам, бірақ сонда да ауыздарынан шығып кетіп жатыр. Осындай жайттар болады. 11-ден 45 кетті, Шардара су қоймасы. 13 наурыз, қыркүйек. Наурыз деген несі? Наурыз есімді көрдім. Өзім осындай болып жатыр ғой. 1 килоға жуық екен, 905 грамм. Әдемі. Паровоз болды. Ассалаумағалейкум ағайындар, қалыңыз қалай? Так, неге ұрып жатыр деген сұрақ болып отыр бізде. Не сауатсыз дейді. Не салмайды, мен айтыңыздаршы. Дикардың креветкасы, клубникасы, маткарп. Миденконың мынаусы. Сазы бойда. Бой бар ғой, не дейді. Тигровой. В общем, полпап. Силикон. Дикар. Дикардың тигровары. Бетаке. Дикардың шесногы. Шесног құрып жатыр деген соң. Мынаусы. Мед. В общем, бәрін көріп, куповостик. Яқты макушатник бір қалмақта. Шлаужын да бар. Бәрі бар, в общем. Таразда стартта тұр. Веси, где веси дегенде жүгіріп келетін. Ассалаумағалейкум жігіттер, қалайсыздар, шаршамайсыздар ма? Кешкі салқын түсіп жатыр, жігіттер. Балық ұсақ түйек. Ірі балықтар жоқ, аса. Үлкен трофейлер көрінбейді. Каральбекті үйреніп алдық. Досқали өзі басқарып, өзі оператор болып жатыр. Так, үш қармағын жеріп көрдім. Пока енді былай астасы ірі балық шығып жатқан жоқ. Жағадан да шығып жатыр. Алыстан да сол бір 700-800 грамм балықтар шығып жатыр. И карас, карбатик карас та шығып жатыр, үлкен. Қазына қармағыма жүгері салып едім. Крокодилдерге. 2 крокодил алып келдім бүгін. Біреуіне жылан балыққа, біреуін нарезке салып судаққа деп алып келгем. Бірақ қазір малек істемей жатырмын. Малекқа бір басқа нәрсе салып келіп тұр. Малекқа да маған червак салсам, оған да үлкен қараста түсіп қалып жатыр. Кәдімгідей қуырып жеуге болатын. Қазір қарап отырыңыздар, енді қап қараңғы болып жатыр. Үлкен балық түсіп жатса айтамыз. Сезілмейді. Жұмыс. Үлкен балық жоқ. Үлкен балық жоқ, жігіттер. Тишина болады. Құдай қаласа, үлкен балық суасы айтамыз сіздерге.
Нормально ғой? Қашан уақыт тартқан сезбеймін ғой. Алыста болса сезбейді ол. Қарастар. Что-то ауыстырып қойдым. Ұрмады. Тұр деген әбір жеп отыр. Ешқандай не жоқ. Нәтиже жоқ пока. Ассалаумағалейкум, армысыз қазақ елі. Міне қазір таңда ұстаған балықтарымызды көрсетеміз. Дайын болыңыздар. Кәнекей бәріміз қол қошеметпен көретін болайық. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Қарас, қиналғанда қарас деп бекер айтпаған. Балық жоқ деп айтпаңдар, балық ұстай алмаймын деп айтыңыздар. Кәнекей. Міне, ағайындар. Кеттік. Міне, Сардараның сіп-шібедей сазандары. Қалғандар чип. Наңғажын, наңғы жетей, ай. Сазан ба бар ғой, я? Наңғы жетей. Бетінен бұрыратын. Әне. Міне, жеттер. Ешқытамын дауысы бөлек қой дейді. Әне. Кәнекей, міне, амурды көрмеген жандарға. Ой, тез алдыма таға. Әне. Амур. Жаным солды қызы. Арамызда қалсын бәрі деп отыр амур. Короче, бір 3 сазан. Наңғажын, әне, түнде шығарғанымызда. Айуан ба? Жалпаға 3 сазан. Қалғанын бәрі чиптер ғой. Айбай. Төртеу екен да, ғазиз. Мынанша балық көріп жатыр, енді батылдан айыртсақ. Дүріктер. Кәнекей. Көрсесен? Айыртсақ. Ал құдай қаласа бүгін 14-ті таңғы Клюев трофей. Бәрде. 1-220. Эксултан. Әдемі завозбен шықты. Әдемі заводтың астынан. Ощущениені айтып берсеңіз, братан. Түсінбей қалым ма? Біраз алысқаным бар да қойды. Шекелдер. Қармақтың көтеріп кетті. Ал қайырлының ассалаумағалейкум жеттер. Бүгін екінші күн балықтың. Ал достар, көңіл күй қалай? Супер ғой, супер. Ай, бәрекелді. Шылау үшін қарастар мекені. Балық жақын жезір екен ғой. Әжеттер екен ағарсы? Бар. Қарас керек па жігіттер? Қарас, қиналғанда қарас. Міне. Қуыр маш болып отыр. Андай крокодилге алып аласыздар, андай беселік көрчек аласыздар, шылаусын саласыздар. Болды. Сізде балық бар. Қарасын бәрі сеніңкі шардарада. Маны қуырып жесең, рахатной болды, рахатной. Рахаттанып қалдым дейсің. Осқали балың қайда? Анау жатыр. Таразда? 400 ба, 500 ба, 400 ба. Әне жігіттер, Осқалидың сазаны қазір шығарды. Көңіл күй қалай? Жақсы зацеп бар сәл. Аха. Сеткілер қап қойған ба, шіріп кеткен ба? Түнде балық қалай болды? Жақсы садым. Жақсы садым ба? Үстіме де. Көрсетіп жүрсеңіз халыққа неге орда бір қызық қой енді. Өнімдерін оралды ғой. Телефон бар, макуха. Осы өнімдер десе.
жігіттер. В общем, бір затпен келуге болмайды ғой Шардараға. Шардараға бір затпен келуге болмайды. Ананы аласыз, зерттейсіздер ғой, в общем, жақсылап. Жақсы үлкен балық болса тағы түсіреміз. Ассалаумағалейкум жігіттер, армысыз қазақ елі, көңіл күйлеріңіз қалай? Жалпы балықтар жақсы шығып жатыр, бірақ енді шығып жатқан несін сұрамайық, сол жағы кішкене минус болып жатыр бізде. Так былай бәрі жақсы, демалыс керемет болып жатыр. Асқары, Досқали зацеп болып жатыр. Так, неге ұрып жатыр деген сұрақ келген екен біздеге жігіттер. Так, мына ішінде біздің өзіміздің арнайы поводоктарымызды салып тартып қоямыз. Мына жақта ұсақ түйек заттарымыз болады. Елмектер осылай дайын тұрады. Әр несі 500 теңге, 700 теңгеден жиналған. Енді өте и пластиктен де қойып жатыр. Мына пластик алып едім, арзан екен. И әрі созылып кетеді екен. Вообще дұрыс шықпады, ұнамады. Так, ондай бойлы қолданып жатырмыз. Жақыннан көрсетемін сіздерге. Және де осы біраздан бері почти бір жылдай болып қалды. Осы дикар өніммен жұмыс істеп жатырмыз. Дикар өнімдері бір балықсыз қайтармаған, шынын айтқанда. Өзіміздің отандық өнім. Тараз қаласында өндіріледі. Атақты осы балық аулаудан спорт шеберлері ағаларымыз шығарып жатыр. Әбден зерттеген және осыны өздері қолдана отырып, ақырында осыны өздері кәсіп қылған. Өте керемет. Бұның түрлері көп. Менде осы жақсы жұмыс істейтін осы түрі. Және де клубника бар, екінші. Сол екеуі жақсы жұмыс істейді. Қазір жаңадан заттар келіп жатыр. Ташкентский бойл дейді. Бұның авторы ештеңе жазылмаған, телефон нөмірі жазылмаған. Осыған да жақсы ұрып жатыр. Так, бізде Ташкентский бойл деген 1000 теңгеден тұрады. Клубника, малина, тағы мед түрі бар. Саны аз қалды. Сонда қолдан тұрып біраз. Қазір енді ауыстырып жатырық. Тынышталып қалған соң. Жақсы ағайындар, арнамызды алыстырмаңыздар. Лайк басып қолдап кетіңіздер. Бекстон өзінің кораблигімен жіберді. Кетті. Қалай екен кораблик туралы? Керемет, өзіге рахмет, Алла разы болсын. Зор ма? Енді лақтырып Ал жігіттер, күн деген жанды. Шешім істеп жүрмін. Бір шомылып алдым, жақсылап тұрып. Мұна мен шылаушымен қарастырды қырып жатырмын. Ауылға салып жүрмін қазір, кесеға. Қарас жақсы көретін өнім бар еді. Әрі карбатик қарастар шығып жатыр, зор шығып жатыр. Жігіттер осы жерде қасек жүріп отырмын. Балық мощный болды жігіттер. Саламыз, құдай қаласа. YouTube арнамызға жазылып лайк басып қолдап кетіңіздер. Үлкен балықтар зор шығып жатыр. Мына қармағым корабликке завод жасадым. Корабликтің де қуаты бітті. Жақсы зор болды бірақ. Осындай кораблик үлкен, керемет. Бір қармақ жапсадым, екінші қармақ жапсадым. Мынау лақаға сағаным жөді ұрмады. Қайтамыз енді құдай қаласа. Жақсы жігіттер, аман болыңыздар. Бәрекелді. Aynen. Симай тәрі. Опана. Опана. Төксей, братан. Няқа емес, сен няқа төгекші. Қаш бен өткәз. Ал жігіттер бүгін 4-қыркүйек. Заводтың асты. Ұстаған ұлықтарымыз. Бір күндік 4 баланы. 4 жігіттің. Адам. Өш, сош. Қордың көз білсін. Ойбай. Жігіттер. Осындайлар болсын. Келіңіздер демалыңыздар.
Балық жоқ. Міне балық. Ай, қуырған қақпаса.